وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Құрметті бауырлар, бүгінгі иншаалла берекелі кешімізде қажылық турасында қысқаша қажылық қалай жасалады турасында сабақ өтеміз иншаалла. Аллах тағала Құранда айтады: «Уазаккир фа инна зикра танфаул муъминин». Ескерт арасында ескерту мүміндерге пайда береді дейді. Және де Пайғамбар айтады: «Әд-дину насиха». Дін деген ол насихат. Жалпы бұл қажылық Пайғамбар ең бір қатты жасағысы келген, қатты осы қажылықты қалаған. Пайғамбар осы қажылықты жасауға біраз кедергілер болды. Сахабалармен қажылықты жасауға біраз кедергілер болды. Сондай қиындықтарға қарамастан ешқандай ұшақ жоқ, ешқандай көлік жоқ, ешқандай қазіргідей сондай бір жылдам апаратын көліктер болмаған. Және де сол Мекке мүшриктердің қолында болған еді. Соған қарамастан Пайғамбар осы қажылықты жасағысы келді. Солай Аллах тағала оған аятты түсірді: «Біз саған инна фатахна лака фатхан мубина». Біз саған осы, яғни Мекке қаласын ашып береміз, яғни ашылуы болады Меккенің. Сахабалар ойлады, сол аят түскен жылы Меккенің ашылуы болады, және де солай біз қажылық қыламыз деп. Сол қажылықты қыла алмай Сулхул Худайбия жаңағы келісімі болды. Солай қажылықты жасай алмай сахабалармен қайтадан өзінің қаласына, өзінің үйіне, Мединеге оралды. Өте ауыр жағдай болды Пайғамбар да және сахабаларға да. Бірақ альхамдулилля Пайғамбар сахабалармен келесі жылы қажылықты жасады. Бұл әрбір қажылық жасау, әрбір жағдай жететін мұсылманның парызы болып табылады. Баракаллаху фикум. Яғни бұл бапта Пайғамбар тек қана бір рет қажылық жасағандығы келген, Сол қажылықта 100 мыңнан астам мұсылман болған екен. Баракаллаху фикум. Және де сол Пайғамбар қажылықтың осыншама шарты бар, осыншама рүкіні бар деген сияқты сөздерді айтпаған. Оны ғалымдар жинаған. Қажылық жасау үшін осындай шарты болу керек, осындай мысалы Пайғамбар өмірінде осыншама адамға қажылықты жасамайсың, немесе жасайсың деген сияқты сөздердің бәрін жинап, аяттардың барлығын жинап, не істеу керек, мынаны істемеңдер, мынау болмайды деген сияқты нәрселердің барлық хадис аяттардың барлығын жинап, ғалымдар не істеді? Осыншама шарты бар екен, қажылықтың осыншама рүкіні бар, осыншама парыздары бар, осынша нәрселерді жасауға болмайды деген сияқты нәрселердің барлығын жинаған. Баракаллаху фикум. Соны иншалла біз қысқаша, былай айтқанда түсінікті тілмен айтып өтуге тырысамыз. Бұл сабақтарды сол ұстаздардан, сол Шейх Абдулла Бухариден және басқа да Шейх Абдул-Мухсин Аббадтан және басқа да ұстаздарымнан, сол ғалымдардан естіген сабақтарым. Баракаллаху фикум. Жалпы сол қажылықтың ең басты болған шарттары бар. Кімге ол парыз болып табылады? Өздеріңізге иншаалла мүмкін осы жылы Аллах нәсіп етсін, мүмкін келесі жылы жасайтын шығарсыздар. Баракаллаху фикум. Мүмкін біреу кішкентай кезінде жасаған, бірақ оның мойнынан әлі уажib түспейді. Балиғат жасқа жеткеннен кейін ол қайтадан жасау керек болады. Осы нәрсені білу бізге иншалла не болады? Пайдалы болады. Баракаллаху фикум. Ең бірінші шарт, әрбір құлшылықтың ғалымдары шарттарын қойған. Әрбір құлшылықтың несі бар? Өзінің шарты бар. Баракаллаху фикум.
мысалға намаздың шарты бар, ол қыблаға қарау, уақыты кіру деген сияқты, дәрет болу. Қажылықтың да шарттары бар. Енді рүкіндері бар, әр құлшылықтың рүкіндері бар деп айтамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін, ол рүкіндері намаздың ішіндегілері. Мысалы, жаңа такбиратул ихрам жаңа айту, немесе рукухта тұру, қалайда тұру керексің ол, мысалы, немесе сәждеде болу деген сияқты. Сондай рүкін, яғни ол намаздың ішіндегілер. Сол сияқты қажылықтың да ішіндегілері бар. Олар қажылықтың ішінде жасалатын нәрселер. Мысалы, арафада тұру, ол рүкіні болып табылады қажылықтың. Ол қысқаша ақпарат, ол шарт пен рүкіннің айырмашылығы. Енді уажип деген нәрсе бар. Уажип деген не ол? Ол да қажылықтың ішінде, бірақ айырмашылығы, уажипті жасай алмай қалсаң, оның өтейтін бір нәрсесі бар. Ал рүкінді жасай алмай қалсақ, оны өтейтін жаңағы нәрсесі ол жоқ екен. Мысалы, арафада тұрмаса егер адам, онда оның қажылық болмайды, баракаллаху фикум. Мына жерде ешкім қабыл болады, болмайды деген әңгімені айтпайды. Ешқандай ғалым ол нәрсені айтпаған. Ол біздің қолымыздағы нәрсе емес. Ол тек қана Аллахтың қолындағы бір ісі. Ол кімнің қажылығы қабыл болады, намазы қабыл болады, ол ешкім оған айта алмайды. Тек қана дұрыс емес нәрсе екендігін біз ғалымдар айта алады, баракаллаху фикум. Сол үшін сондай айырмашылық бар екен. Сосын мустахабтары бар, яғни ол істеуген абзал қажылықта, және де істеуге болмайтын нәрселер бар. Солар турасында иншалла қысқаша айтып өтеміз, және де егер үлгерсек, яғни ретімен бірінші күні осыны жасаймыз, екінші күні осыны жасау керек деген сияқты нәрсені айтып өтуге тырысамыз, баракаллаху фикум. Қажылықтың шарттары ол бірінші, ол ислам. Кез келген құлшылықтың ол шарты болып табылады, яғни ол мұсылман болған жағдайда қана оған уажип болады. Кәпірден Аллах тағала ешқандай да құлшылықты қабыл етпейді. Аллах тағала Тәуба сүресінің 54-ші аятында айтады: "Уама манa'ахум ан туқбала минхум нафақатухум илля аннахум кафару биллахи ва бирасулихи" дейді. Олардың жасап жатқан жаңағы садақалары, нафақаларын қабыл болмауына тек қана олардың Аллахқа жаңағы кәпір болғандығы мен оның елшісіне кәпір болғандығы ғана дейді. Сол олардың құлшылықтарының қабыл болуына не болып тұр? Кедергі болып тұр. Оған байланысты басқа да дәлелдер бар, баракаллаху фикум. Ол біріншісі не екен? Ислам, яғни мұсылман болу керек. Сонда ол оған уажип болады. Екінші шарты қажылықтың, ол ақылы болу керек. Яғни ақылы жоқ адам, яғни мәжнун адам, яғни ақылы жоқ адамға қажылық ол парыз емес, баракаллаху фикум. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, бұл Абу Даудта келген хадис, Шейх Албани сахих деген. Пайғамбарымыз айтады: "Руфи ал-қаламу ан саласатин" дейді. Қалам 3 адамнан көтерілген дейді. Анин наим хатта ястайқиз, жаңағы ұйықтап жатқан адам оянғанша дейін, және де сәби, ол жаңағы балиғат жасқа жеткенше дейін, және де мәжнун дейді. Мәжнун, яғни жын-кірге немесе ақылы жоқ адам ақылы келгенше дейін дейді. Сол үшін бұл екінші шарты болып табылады қажылықтың, және де басқа да құлшылықтардың шарты бұл, намаздың да басқа. Үшінші шарты бар қажылықтың, ол булуғ, яғни балиғат жасқа жету. Балиғат жасқа жету, баракаллаху фикум. Оның мойнынан жаңағы балиғат жасқа жетпей жасайтын болса, жаңағы қажылықты, бұған сауап болады. Бұл сәбиге жаңағы сауабын алады, қажылықтың сауабын алады. Бірақ та оның мойнынан түспейді. Оның мойнынан не түспейді, баракаллаху фикум. Сол үшін Сахих Муслимде келген, жаңағы бір әйел жаңағы өзінің сәбиін көрсетіп, Пайғамбар саллаллаху алейхи: Аллахтың елшісі, осы сәбидің үшін қажылық бола ма десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: дейді. Саған сауап болады дейді, соны жаңа қасын алып жүрген үшін, жаңа көрсетіп жүргендігін үшін. Сол үшін енді осы жерде сұрақ, балиғат жасы қашан келеді деген сұрақ. Жалпы имамдардың, ғалымдардың бірі Шейх Абдул-Азиз ибн Баз айтады, жалпы қажылықтың, балиғат жасқа жетудің 3 шарты бар. Қыздарға 4-ші шарт қосылады.
ол біріншісі 15 жасқа жетумен, немесе балиғат жасқа жетеді, немесе ол жаңағы шахуатпен ұрықтың шығуы, немесе шаштың шығуы дейді аураттың жағынан. Төртінші, осы үшеуінің біреу болса, төртінші қыздарға ол хайыздың келуі дейді, баракаллаху фикум. Сол кезде оған не болады? Жаңағы балиғат жасқа жеткен адам болады, баракаллаху фикум. Төртінші шарты бар қажылықтың, ол бостандықтағы адам болу керек. Ол бостандықтағы адам болу керек. Ол құл болмау керек, баракаллаху фикум. Бесінші шарты бар қажылықтың, ол әл-иститоа, әл-қудра деп айтады немесе ғалымдар. Ол шаманың жетуі, жағдайдың жетуі, қажылық жасауға жағдайдың жетуі. Өйткені Аллах Тағала Али-Имран сүресінің 97-ші аятында айтады: «Уалиллахи алан-наси хиджул байти ман истата'a илейхи сабила». Кімнің жағдайы жеткен болса, оған адамдарға Аллах Тағала не істеді дейді? Ол адамдарға үйге барып, Қағбаға барып қажылық жасауды не оларға парыз болады дейді, баракаллаху фикум. Осыдан ғалымдар айтады, иститоа, яғни жағдайдың жетуі деген не ол? Жағдайдың жетуі деген. Жағдайдың жетуі ол қаржылай жағдайы жету керек, және де ол сол сапарға, сол жаңағы болатын қиындықтар, машақаттар, соны көтере алатындай дәрежеде болу керек. Ол сондай жүре алмайтын, жаңағыдай ауру деген сияқты, немесе жағдайы бар дегенде жаңағы күші бар, бірақ жаңағы қаражаты жоқ мысалға оған. Сол үшін Шейх Ибн Баздан сұраған кезде, қарызы бар адам қалай болады десе, айтады, қарызы бар адам оның қарызына қаралады, қарызына қарайды. Мысалы, егер оның қарызы сондай, оның мүлкісі одан өте көп, өте көп еседе оның мүлкісі бар, мысалы үйлері бар, көліктері бар, бірақ қарызы да бар тағы да. Оның қарызы егер ана үйлердің қасында, жаңағы көліктердің қасында, ол ешнәрсе емес, бір былай алғанда 1000, 2000, 5000, 10.000 теңгедей мысалға бір қарыздары болған болуы мүмкін. Ол жағдайда сөзсіз ол оның мойнынан түседі деп айтылмайды. Оның жағдайы, жоқ деп айтылмайды. Оның қарызы сондай қарыз, оның қарызы жабуы, оның бір нәрсені, артық нәрсені сату арқылы оған жабылмайды да, баракаллаху фикум. Сол үшін оның өзінің тұратын үйі бар, және де тағы да басқа бір үйлері болатын болса, оның өзінің жүргізетін көлігі бар, басқа да тағы да көліктері болатын болса, оның қарызы, оның қалған артық көліктерінен, артық жаңағы үйлерінен төмен болатын болса, ол жерде оған парыз емес деп айтылмайды, баракаллаху фикум. Ол сондай нәрсе. Егер оның үйі жоқ, мысалы, қарыз бар, және үйі бар, бір ғана үйі бар, артық үйі жоқ, артық нәрсесі жоқ, және қарызы бар адам болатын болса, онда оның жағдайы жоқ деп айтылады. Сол үшін оған қарыз алудың қажеті жоқ. Немесе жаңағы қазір шығып жатыр, жаңағы қарызға апарады, жаңағы рассрочкаға апарады деген сияқты. Ол адамға міндеттелмеген, ол адамға міндеттелмеген қажылық. Кімге міндет? Ол оның жағдайы бар адамға, жағдайы жететін, денсаулығы шыдай алады, және де оның қаржылай жағдайы жетеді, қаржылайда оны барып қайта алатын адамды айтады, баракаллаху фикум. Сол үшін ол өте бір маңызды мәселелердің бірі. Осылай Шейх Ибн Баз осылай жауап берген екен, баракаллаху фикум. Сөзсіз жаңағы қажылықтың осы шарттары бар, оны айтылғандай 5 шарты бар. Ол мұсылман болу керек, екіншісі ол ақылды, үшіншісі балиғат жасқа жеткен, төртіншісі ол бостандықтағы адам, құл емес, бесіншісі жағдайы жеткен болу керек, баракаллаху фикум. Дәл сол сияқты бұл қажылық, қажылықтың сыртындағы шарттар, қажылықтың сыртындағы нәрселер. Енді ішіндегі нәрселер бар, ол не ол десек, ол рүкіндер. Рүкіндер, тағы да қайталаймыз, ол рүкін, ол ішіндегі, намаздың ішіндегі сияқты, сәждеде болу, рүкухта тұру деген сияқты, қажылықтың да ішіндегі рүкіндері бар. Шарттары не дейтін болсақ, намаздың жаңағы уақыты кіруі, дәреті болуы деген сияқты. Осы қажылықтың да рүкіндері бар. Рүкіндері бар, баракаллаху фикум. Қажылықтың 4 рүкіні бар.
5 шарты бар дедік, енді 4 несі бар екен, рүкіні бар. Яғни осы 5 шарты қалайда болу керек, және де осы 4 рүкін қалайда болу керек. Ол болмаса, оның жолын, орнын ешнәрсе баса алмайды. Уажиптер жаңа келеді, содан кейінгі ол уажип сияқты емес. Яғни оның орнын бір уажипті орындай алмай қалсаң, бір оның орнын басатын нәрсе бар. Ол не ол? Ораза ұстау, немесе жаңағы қой сою сияқты. Мынау рүкіндеріне келетін болсақ, қажылықтың 4 рүкіні бар. Баракаллаху фикум. Қажылықтың несі бар екен? 4 рүкіні бар. Ол біріншісі әл-ихрам біл-хадж дейді. Ол қайда болады? Ол жүректе болады. Яғни әл-ихрам біл-хадж дегеніміз не ол? Ол ниет қылу. Мен қажылық жасайын деп жатқандығын адам ниет қылады жүрегінде. Ол жүрегінде қылады оны. Тілмен айту емес, ол жүрекпен қылады. Сол үшін бір құлшылықты тілмен айту, тілмен айтып ниет қыламыз дейтін нәрсе жоқ, ондай нәрсе. Тілмен айтып ниет қылынбайды, баракаллаху фикум. Бұл қажылықтағы не ол? Ниет. Ниет ол жүректе болады. Ниет қыламыз, ихрам. Ол қай жерде болады? Ол миқаттан болады. Ол миқат. Яғни миқат деген не ол? Миқат деген Меккеге сол жағаға бара жатқан кезде сол жерден өтіп, қалайда сол жерден өтіп, мысалы Мединеден баратқандар Зул-Хулейфадан өтеді. Сол жерден өтіп барып, не істейді? Ниет қылады. Сол ниетті сол жерден қылу уажип болып табылады. Сол жерден қылмай қалса, оның орнын басатын нәрселер бар. Егер ұмытып кеткен болса, немесе қайту керек, немесе қой сою керек деген сияқты. Ал сол жерден қылу ол уажипта, ал ниет қылу ол қалайда? Ол рүкін болып табылады. Рүкін болып табылады, баракаллаху фикум. Сол біріншісі, ниет қылу қажылыққа. Ол жүректе. Ол қай жерден қылынады? Тағы қайталап айтамын, сол миқаттардың бірінде қылынады. Мысалы, біреу ұшақпен бара жатқан болса, Жидда қаласына, ол ұшақтың ішінде жариялайды. Миқаттан қазір өтеміз деп ескертеді. Баракаллаху фикум. Сол жаңағы ниет, ол миқаттан болу керек. Баракаллаху фикум. Және де екінші рүкіні қажылықтың, ол арафада тұру. Пайғамбарымыз айтады, әл-хаджу арафа дейді. Бұл қажылық дегеніміз, ол арафада тұру дейді. Яғни кімде-кім арафада тұрмай қалса, онда оның қажылық болмайды. Оның қажылығы не? Қажылық болмайды. Үшінші рүкіні бар қажылықтың, ол тавафул ифада деп айтады. Яғни ол таваф қылу, Қағбаны істеу, таваф қылу, 7 мәрте таваф қылу. Және де төртінші рүкіні бар, ол саи дейді. Саи деген ол Сафа мен Марва арасында таваф қылу, саи қыламыз. Осы 4 рүкін қалайда болу керек қажылықта? Осы 4 рүкін не болу керек? Қалайда болу керек, баракаллаху фикум. 5 шарты бар, жаңа басында айтылып өткендей. Және де 4 несі бар? Рүкіні бар екен. 4 рүкіні бар екен, баракаллаху фикум. Енді уажиптеріне келетін болсақ, уажип деген, ол ғалымдар жаңа түсіндіргендей, бұларды істеуіміз керек біз қалайда? Егер бірақ бір себептермен істей алынбай қалған болса, оның жаңағы орнын толтыру керек. Немен? Жаңағы сол бір айтылатын, істелінетін бір амалдар бар. Баракаллаху фикум. Сол уажиптері қанша десе, қажылықтың 7 несі бар екен? Уажиб бар екен. 7 уажиптері бар екен. 5 шарт бар, 4 рүкіні бар, және 7 уажиптері бар екен. 7 уажиптері бар. Біріншісі ол, сол жаңағы айтқандай, қалайда ниетті миқаттан қылу. Қалайда ниетті миқаттан қылу. Ол миқаттар бар, жаңағы Зул-Хулейфа, немесе Рабиғ деген сияқты, немесе жаңағы басқада жаңа миқаттар бар. Сол миқаттардың қалайда соның қасынан өткен кезде, содан өткен кезде ниет қылынады. Ниеттің орны сол жер. Сол жерде қылу уажип болып табылады, баракаллаху фикум.
Екінші уаджибі жаңа қажылықтың ол Мұздалифада түнеу. Арафаттан шығып Мұздалифаға бар. Оны қазір жазып қойсаңыздар, иншалла, бүгін үлгермесек, иншалла ертеңгі сабағымызда ретімен жаңа қысқаша айтып береміз. Иншалла, мындан шығып мында барамыз, мындан шығып мында барамыз деген сияқты. Сол кезде түсінікті болады. Бірақ мынау Мұздалифада жаңағы не істеу, түнеу, ол сол уаджибтердің екіншісі болып табылады. Баракаллаху фикум. Үшінші сол уаджибтердің бірі ол жаңағы 11-ші түні жаңағы Зүлхиджаның және де 12-ші жаңа ташриқ дейді ғой, ташриқ күндері, сол кездерде түнеу. Минада түнеу ол бір уаджибтері болып табылады қажылықтардың. Ал үшінші түні түнеу ол мұстахаб. Екі түн қалайда түнеу керек, үшінші түнін түнеу Минада ол мұстахаб болып табылады. Ал төртінші уаджибі ол жаңағы тас лақтыру, сол жамаратқа барып тас лақтыру ол не болады екен, төртінші уаджиб болады. Бесінші ол еркектерге немесе жаңа шашын толықтай тақырлатып алу, немесе қысқарту керек болады. Оның барлығы бірдей болу керек. Бір шетін ғана бүйтіп қайшымен ала салуға болмайды. Ол дұрыс емес. Барлығын бірдей немесе алып тастайды, тақырлатып, немесе қысқартады барлығын бірдей қылып. Баракаллаху фикум. Әйелдер қалай істейді десе, әйелдерге шашын тақырлатып алуға мүлдем болмайды. Әйелдер тек қана шашының барлығын жинайды, шаштардың барлығын жинайды да саусақтың ұшындай. Ол шамамен 1 сантиметрдей болады, саусақтың ұшындай алады да барлығын бірдей қылып не істейді, алып тастайды. Шашының барлығын бірдей қылып жаңағы сол 1 сантиметр ғана ұшын ғана алып тастайды. Баракаллаху фикум. Яғни ол бірдей болу шарт емес, бірақ қолдан келгенше бірдей болғаны абзал. Алтыншы уаджибтері қажылықтың ол тауафул вада дейді. Бұл қажылықты бітірген кезде адам қоштасу тауафы дейді. Қоштасу тауафын жасау ол уаджиб болып табылады. Ол шарт емес, ол рүкін емес, бірақ ол уаджиб болып табылады. Баракаллаху фикум. Жетінші жаңа уаджибі қажылықтың ол Арафада күн батқанша не істеу, тұру. Жаңағы күн батқанша тұру. Ол сол уаджиб болып табылады. Өйткені кейбіреулері жаңағы мысалға түнде тұру мүмкін, немесе кішкене ғана тұру мүмкін деген сияқты. Ол дұрыс емес. Бұл жаңағы күн батқанша тұру ол уаджиб болып табылады. Сол жетіншісі. Жаңағы осы жеті жаңа қажылықтың жеті несі бар екен, уаджибі бар екен. Баракаллаху фикум. Енді келесі біз шартты айттық, 5 шарты бар, 4 рүкіні бар, және 7 уаджибі бар деп айттық. Енді істеуге болмайтын нәрселер, істеуге болмайтын бұл махзуратул хадж деп айтады, яғни істеуге болмайтын, қажылық кезінде істеуге болмайтын әрекеттер. Бұл ғалымдар бұны баяндаған, бұл шашты алу, қажылық кезінде шашты алуға болмайды. Қандай шаш болса да, бастағы шаш, немесе тағы денедегі шаштар, оларға тиісуге болмайды қажылық кезінде. Қажылыққа дейін алса болады, мысалы, бірақ қажылық кезінде алуға, шашқа тиісуге болмайды. Баракаллаху фикум. Оның жаңа қажылықтың 3 түрі бар, оны неге айтып отырмын? Мутаматти, және қарин, және муфрид. Ол 3 түрін иншалла келесі сабақта айтамыз. Қандай айырмашылықтары бар екендігі, қайсысы абзал екендігін. Неге айтып отырмын? Бұл шашты мутаматти, қажылықтың ең абзал түрі бар. Қажылықтың бұл таматту, яғни ол умра жасалынады, сосын шашты сол жерде умра үшін алу уаджиб болады. Сол жерде шашты алу уаджиб болады. Баракаллаху фикум. Сосын умрасынан шығады, сосын қайтадан ниет қылады, жаңа 8-ші Зүлхиджада ол қажылық сол кезде ол адам
сол кезде қажылыққа ниет қылады да сосын Минаға қарай аттанады. Иншалла оны келесі сабағымызда аламыз. Бұл жаңағы бұл адамға байланысты, мутаматти жасайтын адамға байланысты сол кезде ғана алса болады. Баракаллаху фикум. Бұл шашты алуға болмайды жалпы. Сосын екінші жасауға болмайтын нәрсе тырнақты алуға болмайды. Тырнақты да алуға болмайды ихрам кезінде. Және үшінші ол жаңағы иіс суларды жағуға болмайды. Иіс су мысалы әртүрлі жаңағы әтірлер, оларды жағуға, жаңағы киімге жағуға немесе жаңағы үстіге жағуға болмайды. Және де еркектер үшін тікілген киім деп айтады, яғни оның мысалы қолы бар, мысалы жеңі бар деген сияқты тігілген киімдер. Мысалға жаңағы футболка дейді, қамис дейді, тағы басқа дейді, соларды киюге ихрам кезінде еркекке болмайды. Әйел адамға бола береді. Кез келген киімді кисе болады, ауыстырса да болады, киімді жуу болса да болады. Оның ешқандай мүшкілі жоқ. Және де басты жауға болмайды еркек адам. Еркек адам не істеуге болмайды екен? Басын жауға болмайды. Басы ашық болу керек. Баракаллаху фикум. Және де аңшылыққа шығуға болмайды. Аңшылыққа шығуға болмайды. Тіпті бір аңшыларды ана жерде бір жаңағы аң тұр, соған қарай бар деген сияқты сөзбен де айтуға болмайды. Қолмен сілтеуге де болмайды оларға, аңшыларға. Ана жерде тұр деген сияқты, немесе көзбен көрсетуге де болмайды оларға. Бірақ та аңшылар егер өздері аулап біздің көмегімізсіз, біз айтпай-ақ өздері аулап бізге сол етті алып келсе, оны жеуге болады. Бірақ біз оларға тілмен айтуға, қолмен көрсетуге, немесе көзбен көрсетуге оларға болмайды. Сосын келесі болмайтын нәрсе ол жаңа жима, әйелге қосылу, төсек қарым-қатынасы болмайды. Және де некеге отыру, немесе некелестіру біреулерді, оның барлығы тыйым салынған. Және де әйелге мысалға жаңа құшақтау, сүйу деген сияқты нәрселерде не болмайды. Баракаллаху фикум. Соның ішінде, осы нәрселердің ішінде кейбіреулері ихрамнан толық шықпай тұрып рұқсат етілетін нәрселер болады. Мысалы жаңағы қажылық кезінде үлкен қажылық күні деп айтылады. Ол жаңағы мал сою, сосын тас лақтыру, шаш алу, тауаф қылу деген сияқты. Сол үлкен құлшылықтар жиналған күн бар. Соның екеуін жасаған болса, оған халал болады деп мысалы айтады. Оны иншалла ертеңгі сабағымызда оны аламыз. Аллах тағала естігенді пайдалайтсын. Аллаху алам. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Мен ертеңгі сабақта деп қоямын. Келесі сабақта аламыз. Ол ертеңгі болатын сабақ ол орысша, иншалла. Орысша болады. Ал қазақшасын жалғасын иншалла жариялаймыз. Баракаллаху фикум.